Ең жиі кездесетін ауру панкреатитті талқылайтын боламыз. Панкреатит ол қазіргі таңда жастарда да, үлкен кісілерде де, балаларда да кездесетін ауру болып табылады. Гастроэнтерология, яғни ас қорыту жүйесінің ауруларын зерттейтін медицина саласындағы маңызды мәселенің бірі болып табылады. Панкреатит дегеніміз не? Ол ұйқы безінің панкреатика ферменттерінің әсерінен бактериалды емес қабынуы. Бактериалды емес дегеніміз, яғни оның панкреатиттің пайда болуына бактериялар немесе микроорганизмдер емес, басқа факторлар әсер етеді. Атап айтқанда, дұрыс тамақтанбау, яғни сапасыз тамақтану, майлы тағамдарды көп тұтыну, тамақты жеп болғаннан соң бір дегеннен жата қалу. Сонымен қатар қимыл қозғалыстың физикалық жүктеменің аз болуы. Дұрыс салауатты өмір салтын сүрмеуінің әсерінен пайда болады. Келесі, оның пайда болуына тағы әсер ететін ол 12 елі ішек мұнда орналасқан және асқазанның ауруларының әсерінен пайда болады. Гастрит кезінде де панкреатит кездеседі. Және де панкреатиттің ең бірінші пайда болуына әсер ететін зат майлы тағаммен бірге ол алкогольді пайдалану. Яғни алкогольдің құрамында этанол бар. Этанол асқазанға барғаннан кейін оның секрециясын көбейтеді және одан кейін асқазаннан кейін тамақтың барлығы 12 елі ішекке түседі. 12 елі ішекте тамақтың қорытуы үшін ұйқы безінен және де сүттен ферменттер бөлінеді. Яғни алкоголь 12 елі ішекке түскеннен кейін ұйқы безі ферментінің панкреатикалық сөлінің бөлінуіне әсер етеді. Енді анатомиясына қысқаша тоқталып өтетін болсақ, мұнда жаңағы айтқан 12 елі ішек деп аталады. Мынау бізде ұлта бар дейді немесе қазақтарда. Мынау өт қабы, мынау өт жолдары, мында вена көрсетілген және аорта көрсетілген. Мынау ұйқы безі. Ұйқы безі орысша поджелудочная железа деп аталады. Асқазанның артында орналасқан, яғни астында емес, бірақ кішкене артында забрюшина орналасқан. Қазақтарда ұйқы безі деп аталады. Міне мұнда көрсетілген анатомиясы. Ұйқы безінің басы бар, денесі бар және құйрығы бар. Басы 12 елі ішекке кіріп тұрады. Мұнда бауыр көрсетілген, асқазан, яғни тамақ өңештен ауыз қуысынан өңешке түседі, өңештен асқазанға түседі, асқазанда химусқа айналып 12 елі ішекке барады. 12 елі ішекте астың негізгі қорыту процесі басталады. Сол кезде ұйқы безі бізде белгілі екі қызмет атқарады: эндокринді және экзокринді қызмет атқарады. Эндокринді инсулин лангерганс деген аралшық бар. Қазір суреті көрсетіледі. Лангерганс аралшығынан инсулин және глюкагон гормон қанға бөледі. Ал экзокринді панкреатикалық сөлді 12 елі ішекке, мұнда сфинктер, оди, проток поджелудочной железы деп жазылып тұр ғой. Яғни 12 елі ұйқы безінің сөлді шығару өзектері арқылы 12 елі ішекке барады. 12 елі ішекке барғаннан кейін онда липсин, хематрипсиндердің арқасында ас қорытылады. Енді келесі, енді панкреатиттің клиникасына келетін болсақ, жаңа айтып өткенде, ол эпигастр аймағында, яғни төстің төменінде орналасқан. Бізде эпигастры мынау екі төс сүйегі бар ғой, соның бітетін жері эпигастры деп аталады. Сол жерде ұйқы безі орналасқан, асқазанның артқы жағында. Клиникасы сол аймақта ауырсыну болады. Өйткені ұйқы безі өзінің қалыпты формасын өзгертіп отыр, қалыпты қызметін дұрыс жұмыс жасамауынан қабыну процесі болып жатыр. Ауырсыну көбінесе арқаға беріледі, арқаға ирригация беріледі. Тамақтан кейін жүрегі айну, құсу, жалайсыздық сезімі болады. Сонымен қатар ішін қысып ұстап жатып қалатын жағдайларда кездеседі, егер ауыр жағдайлары болса. Құсудан кейін адамда жеңілдік болмайды, яғни наоборот қайтадан құсқысы келіп тұрады. Және де пальпация жасаған кезде сол эпигастрды екі
эпигастр аймағын пальпация жасаңыз іштің ауырсынуы қатты болады, шыдатпайтындай ауырсыну болады. Энергетикалық препараттарды, яғни ауру басатын препараттарды берген кездің өзінде де олар қатты көмектеспейді ауыр түрлерінде. Сонымен қатар дене температурасы 38-39 градусқа дейін көтеріледі. Жеңіл түрлерінде мындай симптомдар аз болады, тек ауырсыну эпигастр аймағында құсу, жүрегінің айнуы сияқты болады. Ауыр түрлерінде температура қосылады, ішек перистальтикасы естілмейді және дененің әр жерінде ақшыл көк түсті тақтар пайда болады. Сонымен қатар олигоурия кездеседі, яғни зәр тәулігіне 1000 мл-ден 1 литрден аз болады. Келесі диагностикасы, негізгі ең маңызды диагностикасы ол іш пердесінің пальпациясын жасау, іш қуысын. Бізде пальпация жасаудың Образцов-Стражевский деген әдісімен жақсы жасалынады. Гастроэнтерология, яғни іш ауруларын зерттеген кезде ең жақсы әдіс болып табылады. Келесі жалпы қан анализін, лейкоцитозын, жалпы қан анализін зерттеуге қараймыз. Ол кезде лейкоцитоз, яғни қабыну процесі болып жатыр ғой мұнда. Соның әсерінде лейкоцитоз болады, яғни лейкоциттердің жоғарылауы және соя жоғарылауы. Эритроциттердің тыну жылдамдығы жоғарылайды. Биохимиялық қан анализінде альфа-амилазаның жоғарылауы. Жалпы зәр анализін қараймыз. Жаңа айтқандай олигоурия болады. Іш қуысы ағзаларын ультрадыбыстық зерттеу жасаймыз. Егер қажет болатын болса, рентген КТ жасалынады. Басқа да диагностика жасау мақсатында перфоративті, яғни жаралар бар ма жоқ па соны білу үшін, жедел ішек өтімсіздігі бар ма, аппендицит бар ма соны білу үшін, пневмония болуы мүмкін. Пневмонияның әсерін иррадиация беріп жатыр ма соны білу үшін рентген КТ жасалынады. Емі, ең маңызды емі hold gout покой, яғни панкреатитпен ауырған адамдарға тамақ бермейді, су да бермейді, бірақтан оларда аузы құрғау сезімдері болуы мүмкін, бірақтан емханаға дейін, больницаға жеткенге дейін шыдап тұруы керек. Кейін суық мұздай басса болады, сол эпигастр аймағын ішке ауырып тұрған тұсына мұздай басса болады. Покой. Физикалық жүктемені азайту керек, тамақ ішуді азайту, тамақты мүлдем азайтып тұру керек бір күн болсын. Және де дәрі дәрмектер қолданылады, яғни ұйқы безінің секрециясының дұрыс белсенділігін тежеуге арналған, сонымен қатар ауруды басатын дәрі дәрмектер беріледі. Сонымен қатар егер де асқынған түрінде болса ғана оталар жасалынады. Яғни некроз болса, панкреатикалық тотальды паннекроздар болса жасалынады. Жалпы панкреатит туралы қысқаша ақпарат осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіздер, пайдалы болды деген ойдамын.